Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қайрат Нұртастың қайтыс болғаны туралы ақпарат тарады. Хитменнің анасы көпшілікке жан айқайын жеткізді. Тиктокта әлдебіреулер Қайрат Нұртастың өлімі жөніндегі ақпарат таратқан. Видео авторы Қайраттың суреттерін ролик жасап, тіпті оның қайтыс болғанын күнін жазып қойған. Мұны көрген Хитменнің анасы көпшілікке жан айқайын жеткізді. Менің баламның өлімін тілеп, кімнің осылай жарнамалап таратуын қолы бар дейкен. Басыңа келсін деп тілеймін. Тек Алла сана берсін. Мейлі анасының баласы дей берсін. Мейлі тағы да баласын қорғаштады десін. Баламның табанына кіре шеңгел болса, менің маңдайыма қадалар дейтін өз ана маңдайыңызды аналарыңыздай мен де анамын. Сыртынан ауыр сөз айтылса, ең бірінші менің жүрегіме қадалары анық, деді Қайрат Нұртастың анасы. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.